Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Қазақстан тарихы арнасы. Бүгін біздер аңызға айналған Атлах шайқасы туралы мәлімет айтатын боламыз. Ал осы видео сізге пайдалы немесе қызық болса, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер. Және де қоңырауша шығады, соңында басып кетіңіздер. Ал ендеше достар, видеомызға кетті. Ұлық қаза болғаннан кейін Қытай империясы жетісу аймағына басқыншылық саясатын қайта бастады. 740 жылы Қытай әскерлері Таразды басып алып тонады. Түргештердің орталығы Суябты қиратты. 751 жылы шілдеде Тараз маңындағы Атлах қаласында араб және Қытай әскерлері арасында үлкен шайқас өтті. Түргештер мен қарлықтар араб жағына шығып, соғыс 5 күнге созылды. Шайқаста Қытай әскері толық талқандалды. Атлах түбіндегі шайқастың түркі халықтарының тағдырына үлкен тарихи маңызы болды. Қытайлар жетісудан қуылды. Арабтар Орта Азия аумағына шегінді. Бұл аймақта ислам тез тарала бастады. Атлах түбіндегі шайқастан кейін түркілер арасында ислам мәдениеті кеңінен енді. Жетісуға Алтай мен Тарбағатайдан қарлық тайпалары қоныс аударды. Әлсіреген түргеш мемлекеті қарлықтардың қысымынан 756 жылы құлады. Достар, Атлах шайқасы не үшін Атлах деп аталғанын білген шығарсыздар. Ал Атлах шайқасы кезінде жаңбыр жауып, жер батпақ болған екен. Сол кезде соғыс қиындай бастады. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Ал ендеше сау болыңыздар.